Енді нефрон арқылы бірінші реттік және екінші реттік зәр түзіледі. Бірінші реттік зәр қалай түзіледі? Осыны бір талқылау өтейік. Қараңыздар. Ультра сүзу немесе жай сүзу бұл бірінші реттік зәр түзілу үдерісі. Жаттап алыңыздар. Бірінші реттік зәр сүзу арқылы пайда болады. Қалай? Қанның сұйық бөлігінің плазманың капиллярлар шумағынан нефрон капсуласында түсуі, сосын бүйрек сау және оның капсуласының эпитель жасушаларына зақымданбаған жағдайда олар нефрон ішіне ешқашан қан жасушалары плазма нәруызын өткізбейді. Қысқаша айтқан кезде банаға кеңейтілген бөлігі бар ғой, Бауменов капсулы. Соған артериялардың капиллярлары, тек қана артерияны жаттап алыңыздар. Капиллярлары бітіп шумақ болып кіріп тұрады. Мына жерге кіретін қан тамыры сәл кең, шығатын қан тамырлары сәл ұсақтау болады. Яғни широкий, узкий мына жерде. Сөйтіп қан мына жақтан кірген кезде давлениемен кіреді. Мына жерде давление көтеріледі, себебі шығатын жері қысқа, узкий проход. Сөйтіп мына жерде давление көп болғандықтан, капилляр ғой, тоже бір қабаттан құрылған, мына қаннан бүкіл заттар осы Бауменов капсулына сығылып шығып кетеді. Ойлаңыздар, мысалы огород поливать дейсіз, шлангымен. Бетіп шлангыны просто ұстап тұрсан, су жай ағып тұрады. Шлангының басын қыссаң, су атқылайды. Неге? Себебі шлангының ішінде давление көтеріледі, мына ұсақ тесіктен су атқылайды. Дәл солай, мына жерде кең, мына жерде ұсақ, сөйтіп кең қаннан кірген, кең артериядан кірген қан, мына жерде ұсақ болғандықтан мына жерде давление көтеріледі. Көтерілгендіктен мұнан ішіндегі әртүрлі заттар алатта Баумен капсуласына бетіп шығып кетеді. Бірақ қай заттар шықпайды? Бұл қан жасушалары, эритроцит, лейкоциттер шықпайды. То есть қан болмау керек, ол жерде қан жасушалары және плазма нәруыздері шықпау қажет. Глобулин, фибрин деген сияқты. Қалған бүкіл заттар, зәр, натрий, хлор, басқа да әртүрлі заттар болады ғой, қанның ішінде. Соның барлығы Баумен капсуласына сүзіледі де банаға иректерге өтіп кетеді. Проксимальды ирекке өтіп кетеді. Мына жерден сүзілген сұйықтық бірінші реттік зәр деп аталады. Түсіндіре алдым, Енді барлық ұсақ глюкоза банағы, тұздар, иондар, несеп, нәр, дәрумендер сияқты оңай еритін молекулалар мен судың өзі бүйрек капсуласының ішіне түсіп, әрі қарай бүйрек өзекшесіне ағып кетеді. Яғни мына жерден ағатын заттардың тізімі осы жерде жазылған, жазып алыңыздар. Сөйтіп, мына жаққа түседі, өтіп кетеді. Бұл бірінші реттік зәрдің құрамы. Сүзу үдерісі жүретін басты себеп шумақ капиллярында жоғары қысым болуы. Яғни мына жер кең, мына жер ұсақ, мына жерде қысым жоғары болады, сол себептен барлығы сыртқа шығып кетеді. Түсіндіре алдым, айырмашылық осыда. Енді банағы ойлаңдар, су, иондар, тұздар, дәрумендер барлығы қаннан кетіп қалды ғой. Несеп дәрімен бірге бәрі қаннан кетіп қалды. То есть зиянды затпен бірге пайдалы затта кетіп қалды. Ары қарай бұлармен не болады? Қараңыздар. Абсорбция бар. Бұл қандай да бір зат молекулалардың белгілі бір шекарада жинақталуы. То есть банағы Баумен капсуласына бетіп сіңіріліп алады. Нефрон ішіндегі абсорбция ирек өзекке түскен молекулалардың қанға бармай тұрып шоғырлануы. То есть мына Баумен капсуласында бәрі сіңіріліп иректерге өтеді. Сөйтіп, қараңыздар, реабсорбция деген үдеріс жүреді. Реабсорбция деген банағы пайдалы заттар, дәрумендер, тұздар қайтадан артқа қанға сіңірілуі. Яғни кері сіңіру үдерісі нефронға қан ағымына түскен заттардың кері қайтаруы. Пайдалы заттарды кері қайтару. Ең алдымен қанға су мен глюкоза қайтарылады. Бана Баумен капсуласында қысым арқылы бәрі түсіп кетті ғой. Сөйтіп, бана белсенді тасымалмен, енжар тасымалмен қанға артқа пайдалы заттар қайтарылады, зиян заттарды жинақталады. Яғни осы иректерде, проксимальды, дистальды иректерде және генлі ілмегінде барлығы жайлап қайтарылады. Бірінші реттік зәрден реабсорбция нәтижесінде 1,5 литр екінші реттік зәр түзіледі.